Торғын Жолдасбек қызы. Өкініш. Зорға шыдап келем. Қасымызда балалар болған соң ғана өзімді күшпен басып, зорға шыдап келем. Қырсыққанда жолда бітер емес. Әлде мұны да бұл сұмырай әдей істеп келеме, қаным қайнап келеді. Оған айтар әр сөзімді іште қайталап, айтып жатқан кезімді көз алдыма елестетіп дайындалып келемін. Төз алар емеспін. Осы бір қылықтарына төз алар емеспін. Содан арасында оған жалт қараймын. Ішке жиналғанның бәрін лақ еткізгім келіп оқталамын да, артта отырған балаларым есіме түскен соң тістеніп кері шегініп қайта терезеге қараймын. Көргім келмей кетеді оны менің. Естігім де. Өлдім дегенде үйге де жеттік әйтеуір. Кеш боп кеткен соң ба, әлде менің қабағымды байқады ма, ұлдарым бірден ұйықтамақ боп бөлмелеріне кірді. Тоқтатқаным жоқ, аш емес екенін білемін. Басқасы күте тұрады, сөйтсін дедім. Енді көлігін тексермек боп сыртта қалып қойған әлгіні күтіп отырмын. Жүрісі де шіркіннің оңған емес, созылып. Ол келемін дегенше бара салғаным мың есе артық. Сол себепті аулаға өзім шықтым. Баяғы сол жолға шығатын көлігін сипалап жүр екен. Басқа не бітіруші еді ол? Қасына жетіп бардым. Екі қолымды айқастырып, жынымды баса алмай тұрмын, селк-селк етіп. Сөйтсем, не болды? Дейді ол маған түк болмағандай. Күйіп кеттім. Әй, ұятың бар ма? Әлде әдей істейсің бе? Осы бір түк көрмегендей, түк естімегендей боп құтылатын қалай сенің деп бастадым да, бәрін айттым. Жұмыстан шаршап жүрсем де, барғым келмесе де бүгінгі мына қайнапкенің туған күніне барғанымды, ел қатарлы асқада отырмай, шапқылап кісі күткенімді, өзім тақпаған сырғаны соған сый болсын деп ала барғанымды, қонақтармен бірге кетпей, соңғы қасығына дейін жуып-шайып қызмет қып кеткенімді бірінді ұмытпадым. Сонда оның маған айтқан рахметі қане? Қайдағы рахмет, керісінше өзіңе тиіседі ғой. Соны айтып жатсам, бағанадан мені мелшиіп үнсіз тыңдаған байым, не деп қойды сонша дегені бар емес пе? Жек көрем осы мінезін. Өтірік жынды болғанды қашан қоясың? Шығып бара жатқанда үстіңдегі пальтоңа демекен. Менің інімнің арқасында шалқып жүрсің дегенін өзіңде естідің емес пе дедім бірден. Сөйтсем ол, қызықсың өзің, онда тұрған не бар деп қояды, қолының майын үстіне сүртіп. Қайсысы көбірек шамыма тигенін ұқпадым. Бәсе, бұл әңгіме қайдан шықты десем, сыртымнан бәрің солай деп жүрген көрінесіңдер ғой. Кедейден қыз алып, жарылқап отырмыз дейсіңдер ме жетісіп дедім өшіге қарап. Әй, не айтып тұрсың деді ол сонда, қатқыл үнмен. Өйткенінен мен қорқа қоятындай. Мені олай басынбай-ақ қойыңдар. Сендер болмасаң да өлмесем. Сен тапқан ақшаны қазір мен де тауып жатырмын. Ол менің киімімді түгендемесін деп, қанша жылдан бері іште жатқанды айтып салдым. Аңтан көрінді ол. Дәл бір шынымен-ақ мұның бірін білмейтін кісідей. Ай, саған не көрінген шала білініп? Жоқ жерден дау шығарма. Үште жолға шығып кетуім керек. Ең болмаса 3-4 сағат ұйықтап алайын. Әңгімені көбейтпеші деп бұрылып үйге қарай бет алды. Ұйқы десе албасты барым береді. Менің жүрегімнің жұлма-жұлмасын шығарғандармен ісі жоқ. Мен де оны аяғам жоқ. Демалмаса демалмай-ақ қалсын. Мені кім аяп жатыр? Осы сен апталап жолда жүріп, үй көрмей, тапқан табысыңның бір бөлігін өзіне беріп отырғанымызды неге айтпайды? Айтқыш болса, мен қатты болсам, ол сол ақшаның шетінде көрмеседі ғой. Енем қалып енді қайнапкемнің сөзін естігенім жетпей түреді деп қойып қалдым соңынан. Маған сонда жалт бұрылған ол, Қатира, қатты кетіп барасың. Шешемнен не жамандық көрдің? Кеткен адамның мазасын алма. Қой енді дейді, бір үркіткісі келетіндей басыңқы дауыспен. Ал мен шыдап та қорқып та болып қойғам. Тойып та кеткем. Қасына жетіп бардым да, ей, шешеңе сөз десе едірейіп шыға келесің. Тіпті ұратын түрің бар ғой. Ұрал, ұр. Мен де біреудің баласымын. Мен де біреуге шешемін деп атқақтадым. Сөйтсем бұл кәдімгідей мені ұратын адамдай, қоясың ба жоқ па деп, жоғары көтере ұстаған алақанын сумаңдатып қояды. Жүрегім ауырып кетті. Жетпеген енді осы еді. Есірейін деген екенсің. Ыстық суықтың бәрінен бірге шықтым. Балаларыңды өсіріп жатырмын. Жағдайың сәл түзеліп еді. Енді ұрайын дедің бе деп екі көзге ерік бердім. Жек көріп кеткендей болдым өзін. Ол болса беті бүлк етпей әлі қарап тұрмаған. Көргім келмейді сен дедім. Кет, келмесең де болады. Сенсіз де күнімді көре аламын. Маған еш нәрселеріңді міндетсінбей-ақ қойыңдар. Балдарымды сенсіз-ақ жеткіземін. Көзіме көрінбеңдер. Әпкең де өзің де құрыңдар деп ағыл-тегіл жырлап үйге кірдім.
Оның соңымнан бірдеңелерді айтып жатқанына да құлақ түргем жоқ. Қасына да жатудан жереніп, бірден ұлдардың бөлмесіне кірдім. Сөйтіп еденге көрпе төсеп алып, өксігімді баса алмай, солқылдап біраз дөңбекшіп жатқан соң ұйықтап кетіппін. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, есік қаққандай көрінді. Атып тұрдым. Таң атып қалыпты. Беймезгіл уақытта келуші кім екен? Бірден есік ашуға жүгірдім. Аштым. Қарсы алдымда бір қор адам тұр. Кешегі қайынәпке де бар, жезде де бар, тағы бірнеше адам. Бәрінің өңі қашып кеткен. Қайынәпке тіпті солқ-солқ етеді. Жүрегім зырқ ете түсті. Әлденені сезгенде кері шегіндім. Бірақ не сезгенімді өзімде ұғалар емеспін. Олар да қарсы басып келеді. Кенет әпкем көз жасына тұншығып бара жатқандай, «Жарығым-ай, енді қайттық», деп зорға дем алып, бет орамалмен бетім басты. Неге екенін менің оны тыңдағым келмеді. Шегіне бердім. Әлгі жомартта төсегіне жабысып қалғандай, бер шығар емес. Тірі болса ендігі ояну керек еді ғой. Бір кезде әлгілердің ортасында қалып қойғаным тұқтым. Бірі арқамнан қағып, бірі бетімді сипап жатыр. «Бекем бол, айналайын. Балаларың үшін ең болмаса сен мықты бол», дейді тағы бірі. Осы кезде әлде біреу тас төбемнен бір қойғандай көрінді. Бәрін шетке жұлқып итеріп тастадым да, бірі қайта қол созып еді. Онысын қағып жатып, «Жоламаңдар, келмеңдер, әр жүріңдер, шығыңдар үйімнен» деп айқай салдым да, олардың біраз шегінгенін көрісімен бөлмеме жүгіріп кіріп есікті іштен іліп алдым. Сөйттім де кері қарауға жүрексініп біраз тұрған соң, жаймен бұрылып бос төсекке қарадым. Жоқ, кетіп қалған екен. Ешкім жоқ, жалғызбын. Сол сәтте тұрған жерімде қос тізеге жығылдым. «Аллай», дедім бірден, көзімді көкке көтеріп бөлмешінде тізерлеп жүріп. «Алтыным, мейірімдім, рахым мол, қайырымды Аллам, жалынайын, жалбарынайын, қаласаң құлың болып кетейін, тек өлтіре көрмеші» деп жалындым. Ұқтым, артық кеткенімді, жаратушым, берген бағымды бағаламағанымды, иттік жасағанымды ұқтым. Кешірші, кешіре көрші алтыным, бір рет, тек бір-ақ рет кешіре көрші, бір жолға ашуыңды берші, айырмашы деп кешірім сұрадым. Ұмытпаймын, осы бір қатемді кешірсең, кешірімді Аллам, бір ғана рет көз жұма қарасаң, енді еш уақытта күпірлік етпеуге ант етемін деп жыладым. Одан да өзге көп нәрсе айттым. Сол тізе бүккен қалпы төбеге алақанымды көтеріп жүріп, өз жасыма өзім тұншығып бара жатып оянып кеттім. Бастырылып қалған екем, ағыл-тегіл жылаған екем. Атып тұрып сағатқа қарадым. 6 болып қалыпты. Бөлмеден атып шығып, өз бөлмеме кірдім. Жоқ, төсекте жиюлы, кетіп қалыпты. Тағы да білмей қалған екем. Аттандап далаға жүгірдім. Еңіреп келем, жалаң аяқпын. Аулаға шыққан бойда «Жомарт» деп айғай салдым. Кенет арт жақтан «Не болды?» деген таныс дауыс естілді. Аладан балын киген Жомартым қиралаңдап әжетханадан шығып келеді екен. Тоқтамадым. Алып ұшып қасына жеттім де, мойнынан қапсыра құшақтадым. Еңкілдеп тұрмын сора-сора боп. «Оның не? Не боп қалды? Біреу қоңырау соқты ма? Тыныштық па?» деді шошынып. Мен жай ғана басымды шайқай бердім. Қымбатты тыңдармандарым, жанымызда жүргендердің қадірін өлгенге дейін білейікші. Бар кезінде керегін көрейікші. Ал өлген соң өкінгеннен не пайда? Торғын Жолдасбекқызы. Оқыған Сұңғат Ғазиз.